Бәрі де Мадина мен мамасымен таныстырғаннан басталды. Мадина екеуміз 1,5 жылдан бері жүріп жатырмыз. Күндізгі уақытта ата-анасы жұмыста болғанда оның үйінде отыратынбыз анда-санда. Жаман ойлап қалмаңдар, ол әлі 17 жаста ғана. Сол үшін бетін ашуға қимаймын. Бірде мамасы жұмыстан ерте келіп қалды. Жүрегімнің соғысы жиілеп, кірерге тесік таппай тұрмын. Қазір мені де, қызым да оңдырмайтын шығар деп. Бірақ олай болмады. Бірден күлімсіреп, болашақ күйеу бала келбетті екен деді. Менде үн жоқ, төмен қарадым. Мадина, мам, танысып қойыңыздар деді. Гүлзада деп қолын ұсынып сылаң қаққанда барып есімді жидым. Содан бастап оны Гүлзада апай деп атап кеттім. Гүлзада апаймен жақсы араласып кеттік. Үйлеріне де емін-еркін кіріп шығып, шай ішіп, әңгіме дүкен құратынбыз. Оның маған қараған көзқарасының астарында бір сыр жататын. Кейіннен білдім, ол Мадинаның туған анасы емес. 4 жаста болғанында әкесі Гүлзада апаймен үйленеді де, бұл сенің анаң деп айтады. Ал өз анасы жайында сұрағанымда, Мадина бұл жайында екінші рет әңгіме қозғамауымды өтінді. Туған анасы болмаса да, екеуі осы күнге дейін бір ретте ренжіспеген екен. Әрине, анандай сөзі майда, эмоцияға берілгіш, сенің ойыңды айтпай тұрып оқып қоятын әйелмен ренжісу мүмкін емес. Қысқы демалыста Мадина ауылға ата-әжесіне кететін болды. Гүлзада апай екеуміз оны шығарып салдық кешкі автобусқа. Бұл кезде Мадинаның әкесі іс-сапармен басқа қалаға кеткен. Негізі ол әскери адам, үнемі іс-сапарда жүреді. Қайтар жолда бір жерге барып тамақтанып алу туралы ұсыныс айтты. Мен қуана келісе кеттім. Жолай бір кафешкаге кірдік. Мен ол кафешканың курилкасіне барып тығылып темекі тартып келгенше тапсырыс беріп күтіп отыр екен. Әңгімелесіп біраз отырғасын кәуап та келді. Жанында шараппен 2 бокалы да бар. Мен аң-таң. Гүлзада апай маған күлімдеп бір қарап, әкесі мен қызы жоқта өзіміз тойлап қалайық деді. Ең алдымен шарап құйып қағыстырып ішіп алдық та тамақтануға кірістік. Бір шиша шарапты да тауысып қойыппыз тамақпен бірге. Содан не керек? Екіншісіне тапсырыс берді де шығып керек деді маған. Өзі басып туп-тура әлгіндегі мен барған курилкаға алып барып, сөмкесінен бір қорап темекіні алып шығып, бір талын тұтатып, құшырлана сорғанында мен тағы аң-таң болдым. Сол жерде темекі тартып алып қайта кіріп, екінші шарапты аштық. Жаңағы темекінің әсері шараптың әсеріне араласты ма, білмеймін. Гүлзада апайым көңілденіп, лепіріп сөйлей бастады. Қысқасы, мас болып кетті. Қызықты әңгімелер айтып отырып, өзінің күйеуіне көңілі толмайтынын да айтып қалды. Ол кісі іс-сапарда жүргенде түнімен төсегінде тыпыршып ала сүріп шығады екен. Сексті сондай қатты қалайтыны осы жерден ақ белгілі болды. Түн болып кафешканың музыкасы да қатты шығып, жарықтар да ала көлеңке күйге ене бастаған кез еді. Бір вальс әуені қосылғанда билеп қайтайық деді. Тұрып билеуге шықтық. Менің бір қолым оның белінде, екінші қолыммен қолын ұстап алғам. Ол менің қолын ұстап тұрған қолымды беліне апарды да менің мойныма асылып алды. Денесін жақындатып, 2 омырауын кеудеме тигізгенінде есім ауысқандай күй кешіп, белінде тұрған қолым еріксіз төмен қарай түсіп, жамбасын мыжып жібердім. Сол жерден әуенде тоқтап, біз үйге қайтатын болып шештік. Үйге келіп кірген бойда курткаларымызды шешіп тастап, аймаласуға кірістік.
әтірінің иісі мұрнымды жарып барады. Жаймендеп ерінен сүйіп, тамағының астынан өбіп, кеудесін ашып жіберсем, тырсиып тұрған екі омырауы есімді мүлде алды. Лезде омырауынан мыжып, артынша анарын аузыма салып, тартып жіберіп, ойнай бастағамда оның ыңырсыған дыбысы шыға бастады. Сөйтіп бүкіл денесін сүйіп, аймалап, кіндігі не дейін бардым да одан әрі түспеді. Лыпасының ішіне қолымды салсам, күн тимесінде бірде-бір қыл жоқ, әрі суланып, қатты ысып, ол жері де аздап қатайып тұр. Бұтындағысын сыпырып тастап, май құйрығынан мыжып, клиторын қозғап, уқалап тағы біраз жаттым. Ол шыдай алмай кіргізші деді. Қатайып тұрған аспабымды оның аузына тақап, түкіртіп алып барып кіргізіп жібергенімде, ох деген дыбыс артынан ах дейді, бір есе ыңқ деп мені одан сайын ынтықтыра түсті. Солайынан тоқтамастан 15 минуттай ыңғытып барып бітірдім. Келесі процесті оның қалауы бойынша қырынан жатып істедік. Себебі Гүлзада апай қырынан жатып айналысқанды ұнатады екен. Осылайша таңға дейін қырынан жатып қырғын қызыққа батыстық. Біраз уақыт бұл оқиғадан кейін ыңғайсызданып жүрдім. Оның үйіне де көп жақындамай, Мадинамен де далада кездесіп, айтып қояма дегенде қорқыныш болды. Бірақ солай бәрі жалғасып жатты. Бірде көрші пианщик Сережамен ішіп отырып, осы оқиғаны айттым. Ал ол болса, у нас у русских тещу обязательно имеем. Это норма деп біраз босын көңілімді орнына түсірді. Егер болашақта Мадинамен бас қосып жатсам, қайыненеммен болатын неше түрлі алапат секстардың күтіп тұрғаны анық.